Осы тауып жатқан ақшам қайда кетіп жатыр дейтін достарыңыз, таныстарыңыз болса, осы лайфхакты жіберіп қойсаңыздар болады. Группа ашасыздар. Ол группаға сіздің үйде ақшаны табатын адамдар және жұмсайтын адамдардың барлығын тіркеп қоясыздар. Бұның атын қаражат деп қоюға болады. Айталық 200 000 теңге мен ақша алдым. Ал кетті. Міне табысты осылай плюс деп көрсетеміз. Міне әйелім продукт алды. Минус 17 000 теңге. Ары қарай кеттік. Ал міне мына балдарыңыз минус 21 000 теңге шахматқа төледі. Мына тағы бір балаңыз ойыншық алды 5 000 теңгеге. Қалды 1500 теңгеге шашқа нан алып келді. Жалпы бұл жердегі болатын тәртіптің барлығы кім ақшаны жұмсайды, кімнің қолында карточка болады, сол адам нақты жазу керек болады. Ал қарап көрейік. Бұл қаражат группасын мен 2 жылдан астам уақыт пайдаланып жүрмін. Өте ыңғайлы. Жалпы бұл учетты компьютерде жүргізсеңіз әрине жақсы. Болмаса қағазда жүргізе беруге болады. Бұлардың бәрін подгруппаға бөліп, қай бағытта қанша ақша жұмсалып жатқан толықтай біліп отыруға болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.